Сәлем, сіздермен Жұлдыз 99. Бүгінгі видео қан топтары және қан құю туралы болмақ. Ендеше кеттік. Қан плазма мен түрлі пішінді элементтерден құралған сұйық ұлпа. Қан тобы ас қорыту және иммундық жүйелерінің мыңдаған жылдық эволюциясының белгілі кезеңі. Ата-бабаларымыздың табиғаттың өзгеріп жатқан жағдайына бейімделуінің қорытындысы болып табылады. Адамның қан тобы ұрықтың жатырда даму барысында қалыптасып, өмір бойы өзгермейді. Бала ата-анасынан гені күштірек, яғни доминантты қан тобын алады. А және В гендері әрқашан доминантты болады. Егер ата-анасының біреуінде қан тобы А, ал екіншісінде В болса, онда баланың 4 қан тобының кез келгенінің иесі болуға теориялық мүмкіндігі бар. Егер бала ата-анасының бірінен О генін, ал екіншісінен А генін алса, онда баланың мүмкін қан топтары А немесе О, ал егер О гені ата-анасының екеуінен де тұқым қуаласа, онда барлық балаларда О қаны, яғни бірінші қан тобы болады. Әлемде ең көп кездесетін қан тобы ол бірінші қан тобы. Жер бетіндегі халықтың 45%-ның қаны осы топтан. Екінші қан тобы дүниежүзіндегі адамдардың 35%-на тән. Адамдардың 13%-ы үшінші топқа жатады. Ал төртінші қан тобы өте сирек. Адамдардың небәрі 7%-да ғана кездеседі екен. Польша ғалымы Людвиг ұсынған теориялардың біріне сәйкес, барлық нәсілдердегі ежелдегі адамдардың қан тобы бірдей болған делінеді. Олардың ас қорыту жүйесі көбіне ет тағамдарын қорыту үшін бейімделген, сондықтан бірінші қан тобындағы қазіргі адамдардағы асқазан сөлінің қышқылдық деңгейі басқаларға қарағанда жоғары болып табылады. Сонымен қоса, асқазанның ойық жара ауруы бірінші топтағы адамдарда жиі кездеседі. Қалған топтар ата-бабаларымыздағы алғашқы қанның мутациясы арқылы бөлінді. Бірінші топтағылар жүрек, көкбауыр, қалқанша без, қан аурулары, артритке және радулитке бейім болып келеді. Бірінші топтағы адамдар болмысынан көшбасшы. Бірінші топтағы адамдар жігерлі, табанды, әзіл-сықаққа бейім және өмірдегі құбылыстарға көзін ашып қарайтын, айқындықты ұнататын адамдар болып келеді. Олардың белгілі бір жайтты алдын ала болжап білуі кез келген қиындықтан кедергісіз шығуға мүмкіндік береді. Тек бұл адамдардың жауапкершілігі төмен келеді. Халық саны артқаннан кейін және қоршаған орта өзгергеннен кейін ет тағамын табу мүмкіндігі азая түсті. Өсімдік ақуызы үшін бірте-бірте энергия көзіне айнала бастады. Нәтижесінде бұл вегетариандық екінші қан тобының қалыптасуына алып келді. Халықтың Еуропаға қоныс аударуы кезінде қазіргі таңда ондағы екінші қан тобында адамдардың басым болуының негізгі себебі болды. Жалпы осы қан тобындағы адамдар халық үшін көп тұратын жерде өмір сүруге бейімделген. Екінші топтағы адамдарда асқазан ішек жолы, бауыр, өт жолы, жүрек қан тамырлары жүйесі дерттері, сонымен қоса жүйке жүйесі аурулары, анемия, ревматизм жиі кездесіп отырады. Екінші топтағылар сезімтал, сәл нәрседен көңілі қалғыш келеді екен. Сырттай қарағанда ұстамды әрі байсалды болып көрінгенімен жүйкесі шұқалау көрінеді. Өзіне өзі талап қойғыш, өз іс-әрекеттерін мұқият бақылап отырады. Екінші топтағы адамдар кіммен болсын тез тіл табысып кететін адамдар. Гималай тауының етегі қазіргі Индия мен Пәкістан елдерінің аумағы үшінші қан тобындағы В генінің шыққан тегі болып саналады. Сүт өнімдерін пайдалана отырып, мал шаруашылығын жүргізу тұрмысы ас қорыту жүйесінің кезекті эволюциясының алғы шарты болды. Ауа райының қатал жағдай адамдарға шыдамдылық, алға ұмтылу және салмақтық сияқты қасиеттерін қалыптастырудың себепкері болды. Үшінші топтағылар жүрек қан аурулары, вена тамырларының кеңеюі дерттеріне үйір болып келеді. Буындары, белі ауырады, шаршағыштық, қаназдық мазалайды. Диабет, қызыл жегі, жаңғалақтық, иммундық қауіпсіздіктер да оларда жиі кездесіп отырады. Үшінші топ секемшіл, өзінің қоршаған ортаға сезікпен қарайды дегенмен ашуын ақылға жеңдіре алады. Сабасына тез түсіп, болған жайтты тез есінен шығарады. Өмірі істеп көрмеген істі керемет тындыра алатын қасиетке ие.
Төртінші топтағы қан тобы А және В гені тасымалдаушыларының араласу нәтижесінде пайда болды. Бүгінгі күні еуропалықтардың 6% ғана осы қан тобын иемденген. Бұл топ ең жас топ болып саналады. Аутоиммунды және аллергиялық ауруларға төзімділік танытатын жоғары иммунологиялық қорғанысы бар тобының айрықша қасиеті болып табылады. Төртінші қан топтағылар жыныстық және несеп жолы жұқпалы ауруларында әлсіз, бүйрек, несеп қабы, асқазан ішек жолы, жүйке жүйесі ауруларына бейім. Қатерлі ісік те осы топтағылардың арасында көбірек кездесіп отырады. Сонымен қоса олар депрессияға, айкезбелікке, емшек көрікпелділікке бейім болып келеді. Төртінші топтағылар көздеген мақсатына жетуге жан тәнін аямайды, басқа адамдармен тез тіл табыса алады, және де бұл адамдардың иммунитеті мықты, және де жұққан ауруға төтеп бере алады. Ғалымдар мен өнертапқыштардың көпшілігі осы қан тобын иемденген деседі. Барлық әскери қызметтегілер, дәрігерлер және де қауіп-қатерлі жұмыс істейтін адамдардың құжаттарында және сырт кеудесінде қан топтары, резус факторлары жазылып тұрады. Бұл кісілердің өмірін алып қалуға көмектеседі деген сеніммен жасалған деседі. Егер видео ұнаса лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. 99 бен бірге дамы.